Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен кесе самса дайындайтын боламыз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Міне осындай сорпасымен өте дәмді болып шығады. Алдымен қамырын илеуден бастаймыз. Ыдысымызға су, сары май және тұз қосып, жұмсақ қамырымызды, орташа қалыптағы қамырымызды едеп аламыз. Етімізді турап бастаймыз. Мен етіміз тезірек және жұмсақ болып пісу үшін ұсақтап турап алдым. Және малдың майы болса, малдың майында осылай турап қосып жіберсеңіздер болады. Құйрық май болса, құйрық майды да. Пиязымызды алып, пиязымызды да видеода көрсетілгендей етіп, ұсақтау етіп тураймыз. Қатты ірі де емес, ұсақ та емес, орташа көлемде турап шығамыз. Енді осы турап дайындап алған етімізді, пиязымызды ыдысқа салып, үстіне тұз, қара бұрыш, паприка және дәміне қарай өздеріңіз қалаған дәмдеуіштерді қоссаңыздар болады. Тынып тұрған қамырымызды үстіне ұн сеуіп, оқтаумен жаймалап аламыз. Үйлеріңізде көкшептер бар болған болса, көкшепті турап дайындап аламыз. Жайып алған қамырымыздың үстіне ерітілген сары майымызды және жаңағы турап алған көкшептерімізді орналастырып, рулет етіп ораймыз. Дайын болған қамырымызды тоңазытқышқа 15-20 минутқа салып қоямыз. Ендігі кезекте кеселерімізге жаңағы дайындап алған салмамызды орналастырып шығамыз. Мүмкіндігінше салманы кесенің бетін толтырып салыңыздар. Және бір помидорды кесіп үстіне орналастырамыз. Тоңазытқыштан шыққан қамырымызды 6 бөлікке бөліп, видеода көрсетілгендей етіп, төбесінен басып, оқтаудың көмегімен жаймалап шығамыз. Дайын қамырымызды кесенің бетіне қойып, шет-шеттерін қолымызбен басқылап жабыстырамыз. Бір жұмыртқаның сарысына жартас қасық сүт қосып, бетіне жағып шығамыз. 150-160 градус температурада 1 сағат беті қызарғанша пісіріп аламыз. Сіздерге іске сәт, астарыңыз дәмді болсын. Наливай чайханчик чаю вместо крепкого вина, я вам музыку сыграю.